Құрметті Байтақ Жасылдар партиясының мүшелері, бүгін біз арнайы Алматы облысы Іле ауданына келдік. Іле ауданында біздің осындағы аудандық филиал төрағасы Орал Дәуіттің бүгін туған күні. Осы мерейлі күнге арнайы біз алғыс хат әкеліп отырмыз. Осыны оқып беруге рұқсат етіңіздер. Құрметті Орал Дәуіт, сізді 49 жасқа толған мерейлі туған күніңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Бұл өмір жолында тәжірибе мен парасат кемелденіп, азаматтық ұстаным мен жауапкершілік нығая түскен айрықша кезең. Сіз 2020 жылдан бері Алматы облысы Іле аудандық мәслихат депутаты ретінде халық сенімін абыроймен арқалап, өңірдің әлеуметтік және қоғамдық дамуына сүбелі үлес қосып келесіз. Ел мүддесін қорғаудағы табандылығыңыз бен принциптік көзқарасыңыз жасай берсін. Сіздің қоғамдық саяси белсенділігіңіз, жасыл құндылықтарға адалдығыңыз және ел болашағына деген жанашыр көзқарасыңыз партиямыздың негізгі бағыттарымен үндесіп жатыр. Халық игілігі жолындағы еңбегіңіз алдағы уақытта нәтижелі боларына біз сенеміз. Өзіңізге зор денсаулық, отбасыңызға амандық, қажымас қайрат пен жаңа жетістіктер тілейміз. Туған күніңіз құтты болсын. Ізгі тілекпен Байтақ Жасылдар партиясының коллективі, сонымен қатар партия төрағасы Азаматхан Әміртаев, Астана 2025. Міне, сізге біздің партиямыздың атынан беруге рұқсат етіңіз. Тек жақсылық болсын, сәттілік болсын. Мына кішкентай сыйлығымыз бар, сонымен қатар рұқсат етсеңіз. Мына енді галстук дейді, галстук. Сізге саяси, осы жұмысыңызда саяси жеңіс тілейміз, соның шыңына жетуіңізге тілектеспіз. Осы галстукты тағып, мәжіліс парламентінің болашақта депутаты болыңыз. Әмін, рахмет. Ал енді партияластарыңызға бір ауыз сөз. Ал енді партияластар бүгінгі күні мына менің туған күнімді құттықтап келе жатқан әріптестеріме, партия төрағасына Алла разы болсын. Әрқашанда басымыз бірге болып, Байтақ партиясын дамытуға, әрқайсымыз үлесімізді қосуға Алла нәсіп етсін. Ура! Ура!